Короче, жігіттер, мен сендерге сеніп тұрмын. Қазір келет, басын өзім бастайым. Бір ответ қайтарама, таптап кетеміз, түсінікті ма? Ей, менің сенерім сендерсіңдер. Біреуің подвайт етпеңдер, түсінікті ма? Бұқтан сынып қалаңдаршы. Ол қазір кеп қалу керек. Дайын тұрыңдар. Сен не істеп жүрсіңдер? Не жұмысың бар? Сен осы інің өзіңнен дәу емес па, е? Шаруаң болмасын. Жоқ, қалай шаруаң болмасын? Олжай, тыңдашы. Не кезінде қалаға оқуға түсіп кетпей, не жұмыс істеп кетпей. Ауылдан шықпай баяғы түсінікпен қақып кеткенсің. Сен сонда бізді ауылдағыларды қақып кеткен деген кеп тұр ма? Жоқ, именно сен сияқтылар. Бұрышта отырып, жұртты аңдып, біреудің сыртынан әңгіме айтып, кішкентай балалар жинап, боғау сөз үйретіп, соған тыңдап мәз болып отырасыңдар. Қазір заман басқа. Баяғы братан, братишка система деген нәрсе жоқ қазір. Заман дамыған, қараса айналаңа. Жұрт не істеп жатыр, не қылып жатыр. Илон Маск Марстан не ұсап жатыр. 2004 жылғы балалар бір нәрсе ойлап тауып елге пайдасын тигізіп жатыр. Сен де пайдаңды тигіз. Сенің жүрісің мынау кішкентай балаларды ертіп алып, осы балаларға үлгі бол. Сені братан деп емес, сен де аға деп сыйласын. Болды, сен түсіндім. Дұрыс емес екен менікі. Қойш? Бірден ба? Сен ақылың бар екен ғой? Баяғыда ешкім ештеңе айтпаған болсың ба? Ой, айтпаған ғой сол. Сен ғой алғашқы айтып тұрған. Мына сөздерің менің кәдімгідей сай-сүйегімді сырқыратып жіберді ше. Молодец. Рахмет, кешір енді. Қайталамайды, мен жақсы бала болып жүремін енді. Жақсы, жолдарың болсын. Жақсы. Жаман айтты. Жаман емес, неге жақсы айтты. Бар тірліктерін істей беріңдер. Жүрек қарсылдап кетті. Болды, түсіндім. Кете беріңдер деген. Үш дегенсің ғой. Аға, ана әңгімеңіз тиктокқа салуға болады ғой. Рек қойын ал. Аға, енді ана шеберханаға бармайын ба? Бармайсың. Келмеді да жаңа. Тем более шеберханада емес қалам. Вау, сұлу қыз. Мынандай сұлу қыз аялдамада неге жалғыз отыр екен? Менен қорқпаңыз, мен жақсы балам. Есіміңіз кім? Салтанат. Салтанат. Саусағынан балтамат, сөйлегенде автомат. Ауылға қош келдің, мархабат дейсің ғой. Рахмет, мен уже қайтып жатырмын. Неге? Сен айтпақшы қамбарға келдің, ә? Қамбар саған кім болады? Енді ешкім емес. Онда мен сізді шығарып салайын? Жоқ, рахмет беліңізге. Сау болыңыз. Ей, қайда? Түсіріп жатқан жоқ қой бәрі. Сөзім бар емес па мен? Кеттік басынан. Рахмет беліңізге, қайтыңыз үйіңізге дейсің ба, ә? Жақсы, сау болыңыз. Мен бәрібір сені қаладан тауып алам. Мен қайтадан өз-өзіме сөйлесіп кеттім. Бәку. Бәку. Ау, братан. Ойнап айтам. Ау, көгі. Сен осы армияға барғасын ба? Жоқ ғой. Не бар армияда? Барғасын 18-де бару керек еді. Қазір 2004-терден таяқ жеп, молодой болып жүрген желание жоқ. Енді 18-де неге бармадың? Енді ол кезде оқу дедік, жұмыс дедік, жүріп қалдық та. Қазір жұмыс жоқ, қол бос. Бармайсың ба? Отанын қорғап, еліңе қызмет етіп, патриот болмайсың ба? Көке, сол отан нақ маған қарап қалған жоқ шығар. Дәл өзі сөйтіп айтатын, барлық сөйтіп айтатын болса, ел ешқашан дамымайды айналайын. Көке, қазір отан қорғау, отан алдындағы борышты өтеу, еліңе қызмет қылу гәп әңгіме. Армиядан қазір басыңнан плотно удар аласың, болмаса темекі, болмаса наспайды үйреніп келесің ғой. Менің кезімде болғанда дәл өйстіп айтпайтын. Мына көкең
Германияға барып служить еткен. Қалай екен Германия? Германия. Дамып кеткен. Сол кездегі Германияға біздің ел әлі жеткен жоқ. Соны жеткізет мына сендерсіңдер ғой, білесіңдер ба? Я деп жүре бермей, сен анау жұмыс істеңдер. Ақша тап, бизнес ашып қой бір. Сөйтіп анау ақшасын жинада үй ал, үйлен. Ертең дамып жатса бір-екі жерден анау точкілерін ашып қоясың. Балаңды шетелге оқуға жіберіп қой. Өзің жүр шалқып. Емес. Қалаға кет құры. Ауылда қарап тұрған ештеңе жоқ саған. Рисковать ету керек. Давай қалаға кет. Жоғал. Давай. Работай. Давай. Работай. Кет бар. Бәрін түсіндім. Кеттім қалаға. Багау. Мен бітіріп кетсе, сосын бара бересің қалаға. Көкімді деші. Мотивацияны беріп алады да, артынан састы әңгіме. Не дейді? Ештеңе, нормально бәрі. Ана төбелен ұш соны, өсіп береді ол әлі. Мектептегі жұмысыңыз не болды? Мен мектепте мен қазір мектеп бар, сол жөнінде сөйлесуім керек айтқандай. Мен мектеп барайын, сен істейсің. Файзулла көкеме жана барам. Бақой шақырып еді. Давай, кешке жақын үйде бол. Айбалар, қалайсыңдар? Қалайсыз? Сендер мұнда жүр екенсіңдер ғой. Сендердің аналарың кетіп қалды. Не? Қалайша? Анашым, біз енді сізсіз қалай өмір сүреміз? Дәрігерлер дұрыс емдемеді ма? Заржақ, тыңдасай бірінші. Или сен сұрақ қой. Қайда кетті, не отыр білсей? Қайда кеткен білмейсіз бе ше? Жаңа төменде автобусқа мініп кетті. Нағашылар кеткен. Қыдырып па? Жарым, тыңдау керек та соны. Жақсы ше онда. Не қылды? Тартпай қалды ма? Білмеймін, су ойнады ма, басқа болды ма? Су ойнап кетті ма? Та көреміз. Айттым, істетіп шығайық қаладан осыны. Ашшы. Мұна ауыстырып бер дедім осыны ана. Пенер әпшеге. Өте бер. Өт. Ана ешек сөз түсінбеген. Не болды? Кәсей? Сен ештеңе түсінбейсің ба? Жаңа ғана түсіндірдім болсам бәрін. Жоқ, ол емес, оны түсіндім ғой мен. Не қой анау? Салтанат кім болады саған, Салтанат? Көріп баласың ғой? Қызың емес па? Жоқ, қызың емес. Қызың емес, болмайды да ол қызың. Қой, үйтіп айтпаса, ол да біреудің қызы. Саған ұнамаса, басқа біреуге ұнайды. Мысалы, маған деген сияқты да. Махаббат дейсің ғой. Махаббат бір бұрышқа тағалап деп қоясың ғой, короче. Сол, тамыр жүрсе, артынан қалаға барып қойдайық да. Басқан ырза болдым, кәдімгі бірден тамыр болып араласып кете саламыз осың да. Базар жоқ. Жүрсе, қалаға барып қойдайық да. Жоқ, мен қолым болса емес, мектепте тірліктерім бар. Сен жаңа бір сөзіңде тамыр деп қалдың ғой? Өзің қолың бос па? Үйде жаман киімдер бар ма? Бар ғой. Күрек явно бар шығар? Бар. Онда сен жаңа киімді киіп, күрегіңді алып, мектеп жаққа өтсей? Че, суотник па не? Жоқ, бір тірліктер бар, соны бірге істеп бітіріп тастады, сосын қала кетеміз арға. Бол, бір ауыз сөзің мөлдірген көзің ғой, короче. Мен қазір киім киіп келейін онда. Давай. Ана қырнап жібер, байқау. Ой, істеп жатыр, қой. Жұмыс оң болсын. Шаршамадыңыздар ма? Шаршап кеттік. Өміріміздің бәрі жұмыс. Ана барсаң, ана жұмыс, мына барсаң, мына жұмыс. Ана үйтіп жүрш, мына бүйтіп жүрш. Қашан бір адам құсапшы, қолымызға кокостың ыдысын абалып, бетіне мына жеріне апельсин қыстырып қойып, ішіп демалып отырады екенбіз, Сен жаман шаршапсың ғой, Шаршама болай. Қонай батаң айтады, адамға ең үлкен жаза жұмыссыз қалдыру дейді. Жазалап жіберейін ба? Жазалаңызшы көке. Кейін жазалайып, қазір ана бітіріп тыста. Ана көтер. Көке сәл демалып болайық та. Бел айналып кетті ғой. Ойбай? Жап жас болып белдерің ауырады. Ертең менің жасыма барған не боласыңдар? Көреміз өзі не болатын. Ана ертең бәлең бар 40-тан кейін шығады. Көке, сол аурудың бәрі 40-тан кейін шығады деген рас па? Шықты ма? Рас екен сол да.
Мен 40-қа толдым, туған күн болды. Отырыс істедік, ағайын туыс кеп кетті. Ертесі бас сынып, жүрек айнып, үйшеге ас қалжан быт-шыт жаман өліп қаласыздар ме? Көке, ол ауруыңыз жасқа байланысты емес ау? Білмеймін ғой. Біліп қойшы қойдық па әйтеуір. Сен тұршы көп сөйлей бермей баршы. Ашанан отыр келе, тема. Сыйласың ба? Ой, бізден қалған ғой. Ой, бұл сардар. Ана түптері қатты жау ұрмасаң болмайды. Север. Қалайсыздар көке? Жағдайларыңыз жақсы ма? Кім біле. О, кім біле. Шодан, братан, не қылды? Жүретін түрі бар ма, жоқ па? Не қыпты? Кремремен кеттім ғой. Ремен. 16 бардым ғой. Бұны ременіңізді кешірмейді ол. Құлап майысып кетті ғой. Яма. Өткенде айттым, басқа қалаға барған кезінде головкасын көтеріп, Porsche гейзларын жондырып, клап майыспайтын деп істеп берші дедім. Ақша жоқ. Братан, не айтып кеттің? Адам түсінетін тілмен айтсай, не қылып жібердің? Бұрын источник болмағансың ба? Бұрын источник болған ба мен? Қойш. Бұрын студия істеген ғой. Бір майордың машинасы келді. Жарамайды, ешкім істемейді кәм. Болды, братан, утилге өткіз деген машинасы бар. Машина болмайды. Машина болмайды деген машинасын әшін бір-ақ проводын бүйтіп жалғап гүр өткізген ғой. Баланың қолынан біраз нәрсе келетін сияқты ғой. Тартылсай дегеннен кейін қасына полиция болып кіріп аласың ғой. Братан, не істейміз енді айтсай? Не істеу керек па? Түсінікті тілмен айтшы. Дым түсінбедім сен. Сүйрейміз бұны. Сүйреу керек па? Сөйтіп етпесің ба? Гильза деген сүйреу деген ғой сонда, Болды, машина тоқтатсың, короче. Машинаға бір поправить етіп. Сүйреуден басқа вариант жоқ маған. Машина өтсе поправить етіп көрейін мен, Мен көре берейін Молодец, істейтін бала кезің ғой. Қара жұмысты айырасың ғой. Просто әркім бір жұмсамасын деп отырайық жүресің де айтпесе пақырсың ғой. Күнің түсі любой тірлік істейсің ғой. Бітті ғой бәрі, кеттік қой қалаға. Ол, қалаға не машинамен шығамыз десіңдер? Деп атсыңдар демесе, родной, шығамыз десе, сен деп барасың ғой. Мақыл ал, немен шығамыз енді, не машина? Білмеймін, соған машина табу керек. Онда сен бетсен, күректерді жаңа жердің барлығын жинастыра берді, машинаны тап, мен оған директормен сөйлесіп келейін. Бол, түзде жүрген аң, сенің айтқаның заң дейсің ғой, короче. Күтем сені. Жарым, сәулемің еркек варианты ғой. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам, қамбар, сен емес па, кел. Ағана жолды бітіріп қойдым істеп. Жолды бітірдің ба? Онда енді біздің мектепке бір газ кіргізіп берсе енді. Аға, мен сізге ақым құсап көрініп тұрмын ба? Мен просто оқып келген жас мамамын ғой, жұмысқа кіруге. Мен саған директор ұқсап көрініп тұрмын ба? Қалайсың да? Мен де директор емеспін ғой, негізі директор отпускте ғой. Мен психологпын осы мектепте. Өткенде соның орнында отырғам, сен директор деп ойлап қалдың да мен. Стяжки ше сонда? Стяжки енді мектепке көмектескенің болады да, енді директор өзге жұмысқа ала алмаса, мен сені жұмысқа ала алмаймын, ренжіме. Жол текстеп қойдым аға. Енді амал жоқ. Сізді текстеу керек болып тұр ғой. Бол, жолың болса онда. Біреу келіспеді ғой, братан мыналардың. Ешқайсысы сүйреуге құлқы жоқ мыналардың. Мал. Өзінің документтерін алып іштара жазбасаң қалай келіседі олар? Енді братан, форма киіп шыққасын кішкене ақтау керек қой. Үйге нормально тиын ұстап қайтпаймыз ба? Енді машина тоқтаса бірден сүйреу келісші. Келісіп жатырмыз ғой. Штрафын төлеп сүйре бермеймін? Йо-май. Қалай? Зор ғой, кеттік па? Кеттік болғанда бір носы болып тұр ғой бұны. Айдай алмаймын ғой машина. Сен айдай аласың ба? Мен айдай аламын, бірақ права жоқ менде. Ештеңе алмайды, қалаға дейін амалдап жетіп алсақ болды емес па? Болды онда кеттік. Тағы бір носы болып тұр ғой бұны. Жүрмейді ме машина? Тентексің мен жүрмейді машина немнеге әбірсің? Негізі жүреді ғой, жел тұрып тұр, машина жүріп тұр деп қоясың ғой, просто итеру керек та. Итеретін балдар бар ма? Итеретін. Ана Файзуланың үйінде Бәко мен Сардар бар, сордақ білейік. Олар точно машина итере ма? Мазға итереді ғой олар. Машина осы жерде тұра бере ма? Тұра бер, мен не істейді ана жүрмейтін машина бір әкетіп қоямыз, Болды онда. Бәле де істейді екенсің ғой, Сардар. Соны шашпай қырда баш.
Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумсалам, қамбар. Кел, көмектесе көрдіңдер ма? Жоқ, Сардармен бакау керек еді итеруге. Кімді? Машинаны. Біз саған не? Итерсетін балалар ұқсап тұрып па? Қарасana жұмыс істеп жатыр қой. Бұлар жұмыс істеп жатыр. Бізге қалаға бару керек болып тұр. Сонда Олжабайдың машинасын итеріп оталдырып алу керек еді. Қалаға ма? Жол болсын. Олжабай сенде машина жоқ еді ғой. Мен жаңа сатып ала салдым ғой. Жинаған ақша береді, соған ала сағам жаңа бір машина. Құтты болсын. Солаға бізге қала кету керек болып тұр, бір-екі тірліктермен. Үйде мамашка да жоқ, нағашы ауылға кеткен ғой. Сардар да бізбен бірге кетеді. Соған кішкене үй жаққа қарайлай тұрсаңыз. Қарайым ғой. Қарайым ғой, оны бүйтіп сыртынан емес, ішіне кіріп, жанын тазалап, кішкене қояндарға шөп беріп, ойна айтам аға. Өсі өңгірлер, қалаға барсаңдар абайлаңдар. Қала қазір бұрынғыдай емес. Ой, біз Германияға кетіп бара жатқан жоқпыз ғой. Қала деген қазір жыға ит-егесін танымайды. Бір-бірін алдап баққан бір адам. Ана сентябрьге бәрі киінуге барған топырлап быт-шыт болып жатыр. Ана бір жиенім бар мен шүстіре. Номерін абаңдар, хабарласасыңдар. Болды, ала аламын. Болды емес, жазбасаңдар что? Жазыласашы. Кәс. Мынау. Мен көзім көрмейді, мына жиен деген жазбаш. Ана бақау керек пе? Жоқ, кер жоқ, қала берсін. Ош. Или итерсесің ба? Барайын да менде. Онда жүріңдер. Болды ма? Жақсы, жолдарың болсын. Жақсы. Жұмыс қалды десе, Кім бар еді? Ана кім баласына барайын мен қойып. Сонша қарып. Бос машинаға итерсеңдер. Тердек болып қалсың, артына итерсіңдер. Екке салса екке. Адам деген бірінші машинаны сатып алмай тұрып, айдап үйренеді. Не қылам айдап үйренді? Мен сатып алған жоқпын да. Енді? Жаңа магазиннің алдында есігі ашық тұр екен, кілті бар, соған бір ашке айда дедім бе, саған көрсететін жерге айдап бардық, кейін жүрмей қалды ғой. Сен малсың ба? Сонда біреудің машинасын нағыл ұрлап барадық па бізге сонда? Жарып сотталамыз. Сотталмайсың, ертең апарып орнына қойып қоя саламыз. Ертең апарып қойып қоясың, біз күтіп отырады екенді қалаға барып келгенше. Сотқа береді. Короче, машинаны апарып тастаймыз да, басқа машинамен шығамыз. Қойшы, бара салайықшы қалаға дейін жетіп алсақ болды ғой. Бат. Айттым Тоқта. Артқа бұрыла салайық та. Қақтан бұрыласың. Сотталып кетпейміз ғой, документ жоқ. Тоқтаймыз да, бәрін түсіндіреміз. Сен өзің жауап бересің. Жігіттер, құжаттарың бар ма? Аға, біз сізге қазір бәрін түсіндіреміз.